1982 жылы мені кішкентай ғып алып келген үлкен апам би өнерімен таныстырды. Сол кездері жанымда жүрген қыздарға қарап, солардан қалмайым деп тырысып, би өнерін мен өзімнің жаныма кіргіздім. Содан кейін мен ақырындап әр халық билерімен таныса бастадым. Өсе келе өзімді биші немесе би мамандығы деп ойлаған да жоқпын. Бірақ би өнері жүрегімнен орын тапты. Би ұстазы болу өзім армандадым. Сол арманымды орындау үшін тынбай еңбектендім. Мақсатыма жетуіне тырыстым. Сол сәттен бастап би өнері өмірімнің ажырамас бөлігіне айналды. Қазіргі уақытта үлкен ұжымым бар. Соның ішінде 200-ден астам оқушыларым бар. Ең басты мақтанышым ол халықтық үлгілі би ұжымы атағына ие болдым. Ұстаздық болу жұмыс емес, ұстаздық болу жанның қалауы. Құрметті ұстаздар, төл мерекелеріңіз құтты болсын, өмірлеріңіз ұзақ болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын, әр жиялыларда бейбітшілік болсын, балаларыңыз осында әдемі болып, әр сабақтарыңызға келіп, өздеріңіздің мамандықтарыңызбен балаларыңызға бөлісіп отырыңыздар.